Ағылшын тілі пәнінің модераторы Мәметәлиева Бибира Рахатовна біздің зерттеу тобымызда 5 мұғалімнен тұрады. Біздің листен стадиядағы зерттеу мақсаты бұл білім алушылардың өткен оқу жылындағы білімін толықтыру мақсатында білім алудың қажеттіліктерін және жеке дамуынан зерттелу болатын. Біз өзіміз біздің зерттеп отқан сыныбымыз 6-шы сыныбы. Оның мұғалімі Жангельдина Ай. Біз өзіміз 6-шы сыныбының 1-інші сабағына қатысқан кезде топ мүшелері бірігіп алып, өзіміздің оқушылардың сабақтарын бақылап, соларға өз ойларымызды айтып, келесі сабаққа деген план құрып, қорытынды жасадық. Бұл қорытынды кезінде біз 6-шы сынып оқушыларының ағылшын тіліне деген қызығушылығын арттыру, сабақ барысында оларға мотивация беру жайлы пландар құрдық. Сабақ кезінде мұғалім оқушылармен бірге топпен жұмыс, мәтінмен жұмыс, сөздік жаңа қорларын алды. Бұл сабақ кезінде мұғалім оқушыларға үй тапсырмасын лист арқылы сұрады. Одан кейін сабақ кезінде клининг арқылы сабақтарды түсіндіріп отырды. Сабақта мұғалім оқушылармен бірге топтық жұмыстар жүргізді. Оқушылардың сабақта ағылшын тіліне деген қызығушылығын арттыру үшін көптеген әдіс тәсілдерді қолдандық. Енді келесі сөз кезегін мен өзім әріптестеріме берейін. Lesson study сабақты зерттеу үдерісі барысында мұғалімнің де оқушылардың да өзгергендігін байқауға болады. Бұл топта біз педагогпен бірге жұмыс жасап, жақсы жетістіктерге жеттік деп ойлаймын. Өйткені бұдан біз оқушылардың осы сабаққа деген қызығушылығының артып, топтық жұмыста болсын, жеке жұмыстарда болсын, суреттерді әңгімелеу барысында болсын, оқушылардың сабаққа деген қызығушылығының, ағылшын тіліне деген, тілге деген қызығушылығының артқанын байқауға болады. How are you, dear students? We are fine, thank you. And you? Good, sit down, please. Now, students, look at the window. Can you tell me what was it like today? Is it sunny or cloudy? Maybe rainy? Who tell me? What was it like today? Today is sunny. Today is sunny. Okay, good. Today is sunny. Бүгін балалар күн шуақты сойма. Today is sunny and bright sunshine. Now, who's on duty today? Kausar. I'm working today. Okay, who's absent today, Kausar? I didn't like that. What was your home task? Page number 100, exercise 5. Exercise 5, take this. Now, first of all, check out your home task. Who start? Hadi topsirmasi tekshirish bor. Ablay. Where is most popular place for relaxing or entertainment in your town? This is entertainment. Is it right sentences or false? Next. The biggest park in my town is Central Park, where a lot of cafes there. Okay, excellent for you. Next. Who else? Done? The friendliest person I know is my mother. No. She is so cute and generous. Generals. Okay. Next. What is the best film you've seen? It's a comedy film. Okay, good for you. Next. Asadullah. The best farthest place I have traveled is Rome. Okay. Next. Last one. Research. The first place I have traveled is Rome.
Okay, good. Take your seats. Now, what day is it today? Who tell me? The 12th of April. The 12th of April. Now, day of the week. Do you know day of the week? Today was Today is Wednesday. Okay, good. Now, first of all, look at the white bird. Look at the white bird and watching this video, please. Hadi балалар ақтап қараңыз. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын видеомен танысып алайық. Do you understand this video? What about this video? Can you tell me, please? about schools. About Schools. schools, okay. Do you have any ideas? This is video about plays and lots of fun. Lots of fun. Okay, good. Excellent for you. Next. Pasal About kids and people. about kids and people. Okay, good for you. Next. Do you have any ideas? About city. About city. Okay, good for you. Now, this video about describing places. Yani балалар орындарды сипаттау. The theme our lesson describing places. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар орындарды сипаттау. Now, open your student's book at page number 96, please. Okay, children. First of all, I want to divide you into two groups. Now, I give you points. Балалар, сіздерге қазір қиын беремін. Сан түскен жағы бір жаққа жиналасыздар, ал елтаңба түскен жағы бір жаққа жиналасыздар, жарай ма? Екі топқа лезде тез бөлінеміз.
сан алған балдар осы топта қалады, ертең алған балдар мына топқа келеді. Тездетіп. Бейт. Сан алған аңға барады, ертең алған осында қалады. Актив қалу. Осы отырады. Okay, good. Now, open your copybook and write down today's date, please. Қалеке, көміретін жазайшы, тезек болады. The 12th of April, class work describing places. So, students, what is the adjective? Do you know? What? Describing places. Yani, балалар сын есім дегенімізде орындарды сипаттау ма? Қане ережеге ескерсек көрейікші. An adjective is words you use describe person, place, or thing, color, and shape. And answer the questions what and which. Big and small, tall and short. Балалар, жалпы сын есім дегеніміз қазақша ересетін еске түсірші. Нені білдіреді? Қаса? Сапасын, түсін, түрін білдіретін Жоқ, сөз табылды. Балалар, қандай сұрақтарға жауап береді? Айдана. қандай қай қанша? Қандай қай қанша? Жақсы. Now, give me one example. Bir misal keltirishim. In English. Old and young. Young. Old and young. Big and small. Big and small. Next. Who else? Жалпы сын есім дегеніміз бір-біріне қарама-қарсы сөздер болады, иә? Қарама-қарсы сөздер, айтып өтейін. Tall and short. Tall and short. Next, Дидар. Short and tall. Okay, take your seats. Жақсы балалар, олай болса, and adjective modified with noun and pronoun. Жалпы балалар сіздер білмейтін шығарсыздар. Сын есім дегеніміз зат есіммен және есімдікпен байланыс жүреді. Мысалы, оны қалай келтірсек болады? Big ball, small ball. Big car, small car. Tall ruler, short ruler. Okay, next. Look at the whiteboard, our new words. Қанеке, ақтақта қарайыз, бүгінгі біздің жаңа сөздеріміз. Listen to me and repeat after me. White, White. white, White. say dirty, Dirty. dirty, Dirty. safe, Safe. safe, Safe. unfriendly, Unfriendly. unfriendly, Unfriendly. pretty, Pretty. pretty, Pretty. modern, Modern. modern, Modern. dangerous, Dangerous. dangerous, Dangerous. friendly, Friendly. friendly, Friendly. noisy, Noisy. noisy, Noisy. clean, Clean. clean, Clean. ugly, Ugly. ugly, Ugly. old. Old. Now, be faster. Okay, quick, white, white, easy things. White. Dirty, Dirty.
using this adjective. Қанекей, бір мысал келтірейікші. Осы несінде пайдаланып. Дұрыстап. The boys should Окей. Алай. The boy is nosy. What? The The boy is nosy. noisy. Next. Who else? Marlene. Дидар. Қанекей, осы мысалдарды, осы несін пайдаланып бір мысал келтіріңізші тездетіп. Каусар. old clothes. Old clothes. Okay. My room clean. My room clean. It's clean. Okay. Next. Asadullah. City is dirty. City is dirty. Okay, good. Now, exercise 1. Жақсылар болса балалар, бірінші жаттығуға қайықшы. Бірінші жаттығуда қорапшаның ішінде берілген сөздерді пайдалана отырып, суретпен сәйкестендіргеніңіз керек. Яғни қарама-қарсы сөздер қолдануыңыз керек. Match adjective 1, 6 with their opposites. They listen and check. Now, come to the blackboard. Good. Asadullah, Didar, қаладағы тесік орнысы. Суретті қарап отырып, қарама-қарсы сөздерді қараңыз. I finished. Okay, read please. Danger, safe, friendly, noisy, dirty. Noisy, dirty. I read. Take your seat. It's right sentences. I finished. Дұрыс па сөйлеп қанекей бала қараңызшы? Yes. Clean, dirty, ugly, Ugly. pretty, old. Okay, take your seat. Is it right? Yes. Now, write down, please. So, students, in last lesson we had grammar rule about there is, there are. Do you know? Yeah. Алдыңғы сабақта білесіздер, иә? There is, there are. Естеріңізде ме? Есіңізде қай кезде қолданады? Using this grammar and using this our new words, describe your town. Қанекей, сол сөздерді пайдаланып отырып өздеріңіздің қалашықтарыңызды сипаттаңызшы. My town. For example, there is a bank. Қанекей, топпен жұмыс жасайық. Кезекті топпен жұмыс жасаймыз. Сонда бірге қолданып, қанекей.
суретке қарап and read please. There is a bank. There. Write down. There is his bank. There are pupils. There are people. There is a street. There is a school. There is his restaurant. Okay, take your seats. Енді балалар сын есімді араластырмаймыз, сын есімді араластырып сөйлем құрамызға. The bank is modern. There are people is friendly. There is school open. There is library is pretty. Next task, I give you the paper. Ажақта балалар сізге қарап беремін. Қараңыздар, шынында сөздермен жазылған. Бұл жерде зат есіммен сын есім араласқан. Сіздер осы зат есім, сын есім пайдаланып сөйлем құраларыңыз керек. Work in group. Мына жерде не жақсы. Exercise 2. Келесі жаттығу балалар, екінші жаттығуға қарайықшы. Complete the sentences about where you live. Use the adjective in exercise 1. Then compare your sentences with the part. Балалар, мына жерде бірінші жаттығудағы сөздерге қарап, сөйлем құрайсыздар. Кәусар, Камил. Аблай. The streets are quite dangerous. The buildings are really modern. The people are really friendly. The house is clean. The town center is pretty. Okay. The countryside around the town is safe. Okay, good for you. Take a seat. Now, next task. Exercise 3. Үшінші жаттығу балдар, мына жерде диалог берілген. Тина мен Джейктің арасында. Now, listen. Қанекей тыңдайықшы. Then do task. Привет, Джейк. Как у вас дела? Привет, Тина. Вы осматриваете окрестности?
Окей, келесі тапсырмаға тапсыршы. Мұнда қарайықшы. Мына жерде балалар Астананың және Алматының суреті бейнеленген. Бүгінгі сөздерді пайдалана отырып, қанекей осы екі қаланы сипаттайықшы. Бізге Астана. Давайте дамбалар бастайық. There is a clean, there is friendly, there is a safe, there is a great safe. Almaty is modern and clean. Almaty is friendly and safe. Almaty green and a warehouse. Okay, good. Excellent. Take your seat. Thank you. There is a modern. Astana is capital of Kazakhstan. Okay. There is Astana. There is safe. Safe. There is a friendly. Friendly. Astana is very great. Very pretty. The people in Astana are very friendly. Okay. Good for you. Take your seat. Өте жақсы бала отырамыз. Жақсы. Олай болса. What can you see? Не көріп тұрмыз? The popcorns. іштерінде попкорндар бар. Оны қарастырыңыздар, иә? Мишкотқа бірігіп беремін. Оған бүгінгі өткен қандай сөздер өттіңіздер? Соны жазыңыздаршы, естеріңізде не қалды, не сөздер өтті? Бір қалдырған. Ona söz yok. Bir söz var. Now big. Бүгінгі өткен сөздеріңізді естеріңізде қалды. Unfriendly. The modern. The pretty. The friendly. Okay, good. Next. Pəni. Aşağı. Pretty. Noisy. Modern. Modern. Next. Friendly. Pretty. The work has been Paris. Interesting.